Assalamu alaikum, құрметті қазақ елі. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ағайындар, енді бүгінгі видеомда мына нені қозғайын деп отырмын. Мына жалпы еліміздің жағдайы туралы, ылғи да видеоларында еліміздің жағдайы ғой айтатынымыз. Халқымыз иман жүзді тақуа болып, мемлекетіміз мықты мемлекет болсын деп жатырмыз. Құдай бұйырса. Енді осы орайда айта кетейін дегенім, мына қызға 40 үйден тыйым, ұлға 30 үйден тыйым деген бар ғой. Өздеріңізді білесіздер. Осы орайда айта кетейін деген мына біз қазір мына жақта сол Рамазан айы деп еліміз үшін, ислам діні үшін, өзіміз үшін ауызбекітіп сауаптан жинаймыз деп жатқан кезде айтылмаса сөз өледі дейді. Мына зинақорлық деген белең алып өршіп тұр. Сол сұмдық жаныңды жегідей жеп тұрады. Жеп бара жатыр. Ауыл жерде аса байқалмайды, білінбейді. Ал мынау қалалық жерде мынау зинақорлық деген сұмдық белең алып жатыр. Оның бір нәрсесі сол мына қазіргі мынау енді өмір деп, күн көру деп, жұмыстан жұмыс, ата-анамыз жұмыс жасап, балаларын не істеп не қойып жатқанын білмей жатқан уақыт болып тұр қазір. Ал енді мен сіздерге айтайын. Мына қазір біз сөйтіп ақшаның артынан, дүниенің артынан қуып жүрген кезде біздің қыздарымыз не істеп не қойып жатқандарын өздеріңізде білмейсіздер. Оны бақыламайсыздар да. Ол кіммен не істеп, қайда жүріп жатқанын да білмейсіздер. Біз мысалы мен біраз жұмыста істедім, мысалға курьер болып дейік. Сол кезде де мысалға көргенім, өрімді жас қыздар бір үйге квартираға несін тамақтарын апарып берсем, жас қыздар жаңағы жерде бет ауыздарын боянып алып көрініп тұрған жерде ақшаға жұмыс жасап жатқан сұмдық ұят масқара. Ал енді ол жаңағындай ол қызды мысалға әке шешесі не жаңағындай солтүстік Қазақстанда, не жаңағындай басқа қалада әкесі, мысалы баламы оқуға кетті ғой қызым, басқа жақта оқып жатыр ау деп ойлап жүрген кезде олардың мына жақта квартираларын жалдап, сол жерде ойнастың көкесін жасап отыр. Осыны жай емес, ақшаға жасап жатыр. Сондай нәрсе, ол бір одан қалса жаңағындай мына біз деген мысалға мұсылман қазақ елі, мұсылман халық болғаннан кейін өзіміз қазір уақытта мысалға хараммен адалды біліп жаманшылыққа бармауға тырысып жатсақ, ал басқа ұлттар мысалға, басқа ұлттар сенің жаңағы неңе қарап отқан жоқ, ол сенің ислам дінің, ол сенің харам халалыңды ұрып қарап мән беріп жатқан олар жоқ. Тағы да бір мысалға жаңағындай басқа ұлттың адам мысалға өрімдей қыздарымызды алып, мысалға ойына келген жасап жатыр. Ойына келген, енді оны мен қай жерде кім екенін айтпай қойын, ол маңызды да емес. Бұл жалпы мына видео мысалға бүткіл Қазақстанға, қазақ халқына жолда отырған видеом. Сондықтан қыздарыңызға сақ болыңыздар. Ол қыздарыңыз кіммен не істеп, қайда жүріп жатқанын бақылауға алыңыздар. Не жаңағындай көршіңіздің қызы болсын, немесе жаңағындай не туысқандарыңыздың қызы болсын, соған сақ болыңыздар. Енді мысалға не қойып не істеп жатыр дегенде, мысалға басқа ұлттың үндемей мысалға ойына келген жаңағы қызбен жасап, содан кейін ол қызды ары қарай мысалға одан бетер сондай жаңағындай бастығынан басқаға, басқадан басқаға, қолдан қолға беріп жатыр. Ал енді не дейсіздер оған? Анан мынанды жамандамайық, біз өзіміздің отбасымыздан бастап алсақ та жаман болмас еді. Мынау
видеомның өзі осындай ашынғаннан шығып отыр ағайындар. Сондықтан ағайындар, біз өзімізге сақ болып бақылаудаға алмасақ, ол сен анау билік не қарап отыр, немесе жаңағындай неғып мынандай акимат неғып мынаны жасамай жатыр деп айғайлап аттандап жатқан кезде, мына жақта қыздарымыз шетелге кетпей ақ осы жердің өзінде зинақорлықтың көкесін танытып жатыр. Одан қалса қазір мынау зинақорлық өршіп кетті ғой, мына неше түрлі ойнастың неше түрлі шегіне шығып жатыр, шегін жасап жатыр. Сондықтан ағайындар, мына біз қазақ халқы ұйымшыл тату тәтті болуымыз керекпіз. Содан мына тиымдарды да айтып жүруді ұмытпауымыз керекпіз. Мысалға жаңағыда ашық шашық қызды көрсек, оларға да айналайын андағың не жабық жүріңдер, жамылып жүріңдер деп ескертуден арланбау керек, ұялмау керек ондайды айтудан. Какое твое дело болса, ол өз жауап береді, әрине, бірақ та сондай нәрсені алдын алып, ондай нәрсеге жол бермеу керекпіз. Қазір қай қалаға барсаң да мен бір байқаған, мына гостиница, мына қонақ үйлер деген қаптап жатыр, қаптап ашылып жатыр. О, әйел адам ақмақ келеді дейді. Оның жаңағыдай шашы ұзын, ақылы қысқа деп өздеріңізде білесіздер, қазақта айтылған, ал шариғатта да бар. Сондықтан енді бір кейбір тақуа сондай отбасы, иман жүзді, тәрбиелі отбасынан шыққан қыз баласы болмаса, ол қыз баланың қылығы түзде дейді. Сыртқа шыққаннан кейін ол жаңағындай жасайтын нәрсесін жасап, істейтін нәрсесін істеп жүреді. Сондықтан ауылда айтпа, қаланың өзінде ондай нәрсе өршіп тұр. Қазір енді ауылдың өзінде де сондай сұмдық шықты, масқара. Сондықтан ағайындар, бізге мына өзіміздің дінімізге, исламға мықты болуымыз керек, біз ұстануымыз керекпіз. Иә, қазір ұстаздарды жамандау болып жатыр, имамдарды жамандау болып жатыр. Олар жамандағанмен ол барлығын бірге қақпақ боламайды. Олар тек ескертуші, ескертеді. Сондықтан бізде өзімізге кішкене имандылыққа бет бұрып, ислам дінін осы немізді мықты ұстануымыз керек бізді. Дұғада болайық ағайындар, дұғада болайық. Тым болмаса барып қолымен ұстап тоқтатпасаң да дұғада болу керек. Мына өзге ұлттың азаматтарымен біздің қыздарымыз ойнастық жасамасын, зинақорлық жасамасын деп айтуымыз керекпіз. Ол сен басқа ұлттың сенің неңе қарап жатқан жоқ, ол сенің харам халалыңа болмайды, болады дегенге қарамайды. Қыз болса болды, олар алады да жасайтын зинасын жасайды. Жасағанымен қоймай, артынан тағы да адамдар тартып сондай сұмдықтар болып жатыр. Соны ашынғаннан айтып отырмын, қазақ елі. Осы ескерсеңіздер, мына біз қазағымыз ұйымшыл тату тәтті болайық, мықты болайық десеңіздер, мына егер ер адам бұзылса дейді, отбасы бұзылады. Егерде әйел адам бұзылса, бүткіл ел бұзылады дейді. Сондықтан біз ол тек қана қазақта айтылған мақал емес, мәтел емес, бұл деген шариғатта бар нәрсе. Сондықтан қызымызға сақ болайық. Жарайды. Мысалға, жаңағы жерде айттым ғой, осылай жаңағындай жиндар жасалып жатыр. Сондай нәрсені алдын алу керек. Жаңағындай бір ер азаматтың өзі, мысалға, жұмыс істеп жатқан жерінің өзінде, мысалға, қаншама әйел адамды құртып жатыр, қаншама әйелмен ойнас жасап жатыр. Ол әйел адамға түкте керек емес, ол жаңағындай тамағын жасап, тамағын алып берсең, содан кейін жаңағындай оны ұлы сөзде ұяттық жоқ, оны қандырсаң, сол адамның құлы болады да қалады, құлы болады да кетеді. Енді бізге соның алдын алу керек, ондайға жол бермеуіміз керек біз ағайындар. Мынау өте ашынғаннан шығып отырған видеом. Соны ойсып, бұл видеоны бүткіл қазағымызға тарата отырыңыздар. Зинақорлыққа жол бермейік ағайындар. Енді айтайын деген әңгімелерімде біраз көп болып тұр. Бірақ та енді қазіргі уақытта ойыма келіп тұрған нәрселермен сіздермен бөлісіп кетейін деп шештім. Жалпы айтайын деген нәрсем сол. Ағайындар, сақ болайық, дұғада болайық. Алла бұйырса, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
мықты болайық азаматтар, қазақтар.